Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 55 беттегі тапсырмаларды толық дұрыс жауабымен орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Writing for G. A blog entry about your favorite singer. Exercise 1. Look at the text. What is it? An email, a blog. What is it about? Listen, read and check. Бұл жаттығуда мәтінге қарап, хат па әлде блог па? Соны анықтау керек және мәтін не туралы тыңда, оқы және тексер. Нұрлан's blog. Who is your favorite singer? Алдымен блогты оқып шығайық. My favorite singer is Айқын Төлепберген. He is Kazakhstani and he's got a great voice. He sings pop music. My favorite song is Only You. Aykan can sing in different languages, Kazakh and English. He lives with his parents. He has a brother and a sister. Their names are Aydan and Gauhar. Aykan likes Jennifer Lopez music. He also likes her films. Aykan is a big star in Kazakhstan. Do you know him? Сенің сүйікті әншің кім? Менің сүйікті әншім Айқын Төлепберген. Ол қазақстандық және оның тамаша дауысы бар. Ол поп әндерін айтады. Менің сүйікті әнім Only You. Айқын әртүрлі тілдерде ән айта алады. Қазақша және ағылшын. Ол өзінің ата-анасымен бірге тұрады. Оның інісі және әпкесі бар. Олардың есімдері Айдан және Гауһар. Айқын Jennifer Lopez'тың әндерін ұнатады. Ол сондай-ақ оның фильмдерін де ұнатады. Айқын Қазақстанның үлкен жұлдызы. Сен оны білесің бе? Бұл бірінші жаттығуымызға жауабымыз It is a blog. It is about Нұрлан's favorite singer. Бұл блог, бұл Нұрланның сүйікті әншісі туралы. Келесі жаттығуымыз Exercise 2. Read the email and answer the questions. Хатты оқы және төмендегі сұрақтарға жауап бер. Ал оқиық сұрақтарымызды. Where is Айқын Төлепберген from? Айқын Төлепберген қай жақтан болады? Айқын Төлепберген is from Kazakhstan. Айқын Төлепберген қазақстандық. Екінші сұрағымыз What does he sing? Ол қандай әндер айтады? He sings pop music. Ол поп музыкаларын айтады. Үшіншісі Who does he live with? Ол кімдермен бірге тұрады? He lives with his parents. Ол өзінің ата-анасымен бірге тұрады. Төртінші сұрағымыз Has he got any brothers or sisters? Оның әпкесі немесе інісі бар ма? Yes, he has. He has a brother and a sister. Иә, бар. Оның інісі және әпкесі бар. Бесінші сұрағымыз Whose music does he like? Ол кімнің әндерін ұнатады? He likes Jennifer Lopez's music. Ол Jennifer Lopez'тың әндерін ұнатады. Міне оқушылар, бұл екінші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі жаттығу бізде үшінші жаттығуымыз Exercise 3. Write the sentences in the correct order. Сөйлемдерді дұрыс орын тәртібімен орналастыруымыз керек. Кеттік. Біріншісі Jenny is American. Jenny американдық. Екіншісі She doesn't like football. Ол футбол ұнатпайды. Үшіншісі Do they play the guitar? Олар гитара ойнайды ма? Төртіншісі He can't play the piano. Ол фортепиано ойнай алмайды. Бесіншісі Has he got a pet? Ода үй жануарлары бар ма? Алтыншысы Are they Chinese? Олар қытайлық па? Жетіншісі He doesn't like vegetables. Ол көкөністерді ұнатпайды. Сегізіншісі Her mom is a teacher. Оның анасы мұғалім.
Міне бұл үшінші жаттығуымыздың толық дұрыс жауаптары. Келесі жаттығуымыз exercise 4. Төртінші жаттығуымыз collect information about your favorite singer. Answer the questions. Бұл жаттығуда өзіңнің сүйікті әншің жайында ақпарат жина деген және төмендегі сұрақтарға соған қатысты жауап беру керек. Бірінші сұрағымыз Who is your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім? Бұған жауабымыз My favorite singer is Қайрат Нұртас. Менің сүйікті әншім Қайрат Нұртас. Екінші сұрағымыз Where is he from? Ол қайдан болады? He is from Kazakhstan. Ол Қазақстаннан. Үшінші сұрағымыз What can he do? Ол не істей алады? Бұған жауабымыз He can dance very well. Ол өте жақсы билей алады. Төртінші сұрағымыз Has he got any brothers or sisters? Оның әпкесі немесе інілері бар ма? Yes, he has. He has got 2 brothers. Иә бар, оның 2 інісі бар. Бесінші сұрағымыз Has he got any pets? Оның үй жануарлары бар ма? Yes, he has. Иә бар. Алтыншы сұрағымыз What is your favorite song? Сенің сүйікті әнің қандай? My favorite song is Арман. Менің сүйікті әнім Арман. Міне оқушылар, бұл төртінші жаттығуымыздың толық дұрыс жауаптары. Келесі бізде writing a blog entry describing your favorite singer. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Use your answers from exercise 4 to write a blog entry similar to the one in exercise 1. 50 and 70 words. Бұл жаттығуда төртінші жаттығудағы жауаптарыңа қарай отыра, бірінші жаттығудай блог жазуларын керек, 50 немесе 70 сөзден құралуы қажет. Өздеріңнің ұнататын әншілердің жайында жазасыңдар. Бұл жаттығуға менің жауабым My favorite singer is Қайрат Нұртас. He is Kazakhstani. Қайрат is Kazakh's famous singer. My favorite song are Arman and Mama. Also, he can dance very well. His father also singer. He lives with his parents. He has 2 sons and 3 daughters. His wife's name is Julduz. Julduz is model and actress. I often listen Kairat's songs because he is my favorite singer in Kazakhstan. Менің сүйікті әншім Қайрат Нұртас. Ол қазақстандық. Қайрат Нұртас Қазақстанның өте танымал әншісі. Менің сүйікті әндерім Арман және Мама. Сондай-ақ ол өте жақсы билей алады. Сондай-ақ оның әкесі әнші. Ол өзінің ата-анасымен бірге тұрады. Оның 2 ұлы және 3 қызы бар. Оның әйелінің есімі Жұлдыз. Жұлдыз модель және актриса. Мен Қайраттың әндерін жиі тыңдаймын. Өйткені ол менің Қазақстандағы ең сүйікті әншім. Міне оқушылар, біздің жауабымыз осы. Осымен бүгін сендермен 55-ші беттегі тапсырмаларды толығымен дұрыс жауаптарын көрсеттім. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше.